Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 109-шы сабақ. Тақырып бізде 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Сандарды салыстыру. Алдымен бірінші тапсырмаға қарайық. Суретке қара. Әрбір саяхатшы қанша таяқшадан әкелгенін сана. Сандарды ата дейді. Қайсының қолында таяқша көп? Сандарды өз суретімен атау керек. Және сандарды бірге арттыру керек. Және сандарды бірге кеміту керек. Осы сандардың көршілерін ата дейді. Енді балалар бірінші астындағы таяқшаларға қарайық. Бізде яғни 10 және қосу 2 таяқша берілген. Яғни 12 таяқша. Екінші 10 және 4 таяқша. 14 таяқша. Үшіншіде 10 және қосу 1 таяқша, яғни 11 таяқша екен. Енді біз балалар жазамыз 11, 12, 14 таяқша. Енді осы сандардың бірге арттырып және бірге кемітейік. 11-ді бірге арттырсақ 12-ге тең болады екен. 11-ден 1-ді кемітсек 10-ға тең болады екен. 11-дің көршісі бізде 10 және 12 екен. Енді келесі 12 таяқша. 12 таяқша, яғни 12-ні бірге арттырсақ 13 болады. 12-ден 1-ді кемітсек 11 болады. 12-нің көршісі бізде 11 мен 13 сандары балалар. Енді келесі 14. 14-ді бірге арттырсақ 15 болады. 14-ді бірге кемітсек 13 болады. 14 санның бізде көршісі балалар 13 пен 15 сандары екен. Келесі балалар бізде номері екінші есепте дейді. 14-ке қосамыз 1-ді тең 15 болады екен. 14-тен 14-ді азайтсақ 0-ге тең болады екен. 14 азайтамыз 0 тең 14. 14 азайтамыз 1-ді тең 13-ке тең болады екен. Енді 16-дан 6-ны алсақ 10-ға тең болады. 20-дан 2-ні азайтсақ 18-ге тең болады екен. Осылай жазып аламыз балалар. Келесі балалар бізде номері 3-ші есеп. 20-ға дейін жұптап сана. Сандарды өсу және кему ретімен жаз дейді. Балалар, мұнда мен астына жазып қойдым. Бірінші өсу ретімен санайтын болсақ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Бұл жерде 2-ден 20-ға дейінгі сандардың жұпталып тұрған сандардың өсу ретімен жазылғаны. Енді біз кему ретімен жазылғанын санаймыз. Керісінше 20, 18, 16, 14, 12, 18, 6, 4, 2. Осылай жазып аламыз балалар. Келесі балалар бізде 4-ші есеп салыстыр дейді. Салыстырайық. 10-ға қосамыз 9-ды 19, 10-ға қосамыз 3-ді 13, яғни бұл жерде 19, 13-тен артық екен. Келесі 14-тен 2-ні азайтсақ 12, 20-дан 2-ні азайтсақ 18. 18, 12-ден артық екен. Енді 18-ге 2-ні қоссақ 20, 20-дан 8-ді азайтсақ 10, 12. Бұл жерде 20, 12-ден артық. 10-ға қосамыз 2-ні 12, 15-тен 3-ді алсақ 12. Яғни 12, 12 бір-біріне тең болады екен. Келесі 10-ға 7-ні қоссақ 17, 19-дан 2-ні алсақ 17. 17 бір-біріне тең болып тұр. Енді 20-дан 9-ды алсақ 11 және 10-ға 1-ді қоссақ 11. 11
бір-біріне тең болып тұр екен. Балалар, осылай салыстырып дәптерлерімізге жазамыз. Балалар, енді бізде 5-ші есеп, соңғы есеп. Кел ойнайық, санның орны мен қатарын жасыр. Бұл санды тапқан бала төмендегі жоспар бойынша сол сан туралы айтып берсін дейді. Бірінші бізде бір таңбалы немесе екі таңбалы сан дейді. Біз бұл жерде қалаған өзіміздің санымызды алсақ болады. Яғни, мен сендерге жасырамын, балалар. Бірінші бір таңбалы санды алатын болсақ, оның көршісі 4 және 6 саны болса, ортадағы сан қандай сан екен, балалар? 5 екен. 5-тің көршісі бізде 4 және 6 саны екен. Енді екі таңбалы сан. Яғни құрамы 10 және 6 сандары деп алсақ, бұл қандай сан екен? Бұл жерде құрамы 10 және 6 сандары деп алсақ, бұл балалар 16 саны екен. 16 санның көршілері бізде балалар 17 және 15 сандары екен. Енді 7 саны және 9 саны көршілері. Ортадағы сан қандай сан деп ойлайсыңдар, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 8 саны. 8 санның көршілері бізде 7 мен 9. Осылай, балалар, өздерің әртүрлі сандарды жасырып ойнасаңдар болады. Осымен, балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Ұнаса менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Сау болыңдар, балалар.